Ассалаумағалейкум достар десең. Қысқасы айтқанда бүгін ар жақта шөп бар. Кеше көрген болатын шығарсыздар ғой, не деп кеттім. Көрсеңіздер сол шөпті бүгін істейтін боламыз. Бүгін болғанда ертең. Бүгін кеш батып кетті. Бүгін бір видео түсіріп тастадым. Бұйырса енді екіншісін түсіріп жатырмын мінекей. Енді бұйырса ертең істейтін боламын. Бүгін істегім келіп тұрған жоқ деп қайта беремін ба. Қошым айтқанда сол. Қысқасы қызықтың бәрі алда. Мінекей қазір малдарға су беретін боламыз. Так, ассалаумағалейкум. Міне бүгін тағы да бір видео. Бүгінгі күні деген қалай еді. Жалпы бүгін міне мына артымда тұрған шөпті мына жаққа лақтыратын боламыз үстіне қарай. Себебі деп бүйтіп созып мажап айтсаң, жақсы. Себебін айтқанда, асты мынаның шіріп кеткен, сондықтан мынаның үстіне жоқ кетеді, жоқ кетеді деген қалай еді. Жалпы шіріп кеткен, мынаның барлығы шіртеді дегеннен кейін мынаның үстіне лақтырамыз. Екіншіден, мынаның үстіне типа шипір сияқты болады ғой. Шипір деген қалай? Шипір дегенде, қорған болады. Сондықтан да осылай жез болып жатыр. Жалпы бүгін алапат күшімді осыған салатын болам деймін. Енді бисмилля деп бастайын деп жатырық. Көреміз. Бүгінгі видео барысын көрсетемін. Жалпы қарап отырыңыздар, ұнаса лайк басыңыздар, каналға тіркеліңіздер. Әрбір видео сайын байқаған шығарсыздар. Дауыста, басқа да, качествосы да барлығы өзгертіліп жатыр. Шамамыз келгенше барлығын жасауға тырысып жатырық. Енді сондықтан соны бағалап, лайк басып, қолдау көрсетіп кетсеңіздер әдемі болады. Бұл осымен басқа не айтамын. Міне жаңа айтқаным ғой, міне мынаны аламыз да, мынаны үстіне лақтырамыз. Жалпы барысын көрсететін боламын. Күн өткізбе мені ойлай, көздегенің болмайды оңай. Бәрі бітті, бәрі бітті. Сәл перерыв жариялайым деп шештім. Ақтағы мынаның түрін қарап біраз жота қайтып қалдым. Ненен кетеді өз жолында. Мен амалын тапқаның тым кештім. Күн өткізбе мені ойлай, көздегенің болмайды оңай. Бәрі бітті, бәрі бітті, бәрі бітті. Шынымды айтсам, уже күш жоқ, сынып жатырмын кәдімгідей. Бірақ осындай арасында демалыстар істеп тұрамыз. Жалпы қандай да басыңызға қиыншылық келетін болса, әрдайым мынаны есте ұстаңыз деген сөз бар ғой. Өмірін адам тек жақсылықты ойлайды, ал мына көп болса өзгелердің қатесін іздейді. Take me away from home.
Show me all the places I've never known, and we'll chase the night, race all of these broken dreams. мінекей алла қаласа бітірдік. Жалпы аяққа дейін созылып жатқан еді ғой. Былай үстіне бәрін жинап шықтым. Негізі бүгінгі күн осылай өтті. Жалпы бағана көргенде ең алғашқысында енді негізі қорыққам, жалпы бүгін бітпейтін шығармын деп. Жалпы толыққанды бітірдім деп те айта алмаймын. Яғни ойдағыдай шықпады, бірақ сонда да әйтеуір бітірдім. Шүкір. Тағы да бір айтатын жайт, бүгін ерекше сынаққа толы болды. Олардың ішіндегі есінде қалғаны. Жалпы бүгін телефоным iPhone болғандықтан қарындасым кодын жазамын деп байқаусызда блокировкаға түсіріп алған. Одан кейін парольін ұмытып қалдым, алғаны қалдырмай. Одан сайын блокировкаға түсіп алған, 1 сағатқа созылды. Короче, біраз ашуландым, барып груша соқтым, айттым, бүйттім. И нәтижесінде мынандай ой келді. Бәрін істеп алғаннан кейін ой келді. Мен не үшін ашуланып жатырмын? Жалпы ол күллесі Алланың келесі пе деймін, ол менікі емес деген сияқты ой келді. Және де соң бірден сабырға келдім де бірден дұғаға кірістім. Сол дұғадан сұрап, біраз ойланып жүріп есіме түсті. Сөйтіп кодын теріп ашып алдым. Бұл жерден енді өздеріңіз түйіп аларсыздар бірдеңе. Жалпы түйу үшін ғана, яғни бір жақсылықты беру үшін ғана, сіздер алу үшін ғана айтып жатқаным ғой. Жалпы өздеріңіз білесіздер, осымен видео аяқталды. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.